Түркістан облысы Кентау қаласы Қарнақ ауылында қоқыс сұрыптау желісін іргелес аймағын салу үшін бүгін жиналыс өтті. Соны тыңдасақ, регламентіміз бойынша айтып өтеді. 15 сұрақтарыңыз болса, одан кейін қойсаңыздар болса осы тема бойынша. Председатель сіз? Председатель мен Юсуп Искандер Абдрахманұлы. Хатшы Нариман Жапаров. Хатшы бұл кісі болуға қарсы емессіздер ғой, иә? Жоқ, қарсы емеспіз. Бүгінгі біздің жиналысымыз сіздердің Қарнақ ауылдарыңызда қоқыс сұрыптау желісінің іргелес аймақтан салу. Полигондарымыз, мусордың несін, соның жобасын жасағанбыз. Негізде мынау сіздердің Қарнақ ауылыңыздан қашықтығы 1,5 километрден асып болу керек жаңағы. Не бойынша, жолы бойынша. Одан кейін тұрғын үйлердің құрылысы полигонның шекарасы заң бойынша 1000 метрден асу керек, 1 километрден. Бізде 1,5 километр деп не алатымыз деп алып есептеуіміз. Мынау несінде қазір жаңа бұрынғы полигондан қарағанда несі болады жаңағыдай қоқыс сарыптау несінің жүйесі болады да жаңағы сортировка қылады. Сол келген түскен мусорларды жаңағы пластигін, қағазын несін бөлегін, қалдықтарын түр-түріне жаңағыдай бөледі. Сосын оны қолданатын неге қолданатын жереді, қолданмайтын сол неге полигонға не алады. Содан кейін мынау жаңағы қалдықтардың сұрыптау желісінің неден тұратын айтып берейін. Мынау қоқыс қалдықтардың жеткізілетін жылжымайтын жылжымалы желі болады. Сосын сұрыптау конвейер болады жаңағы, сортировочный. Одан кейін тағы шығатын шикізаттың конвейері болады жаңағыдай, шығатын бөлектейтін нелердің жаңағы. Қалдық материалдар дұрыс бөлу үшін сұрыптау желісіне кіретін қалдықтарын түрленген автоматтандыру жаңағыдай установка болады да, автоматтандыру түрінде анықталатын бірқатар жабдықтарды қалдықтарын түр-түрімен бөлетін жаңағыдай болады. Соның ішінде магниттік нелер болады, жаңағы аппараттары, жаңағыдай темір болса жаңағы алып қалатын. Одан кейін полигонның шаруашылық аймағында орналасқан жобаларды жаңағы қоқыс сұрыптау желісі, қақпа ғимараты, дезинфекционный ванна деген болады жаңағыдай. Сосын бар шаруашылық мұқаметін сақтауға арналған қоймалар болады жаңағыдай. Суды сақтаудың арналған ыдыстары болады жаңағыдай, қолданатын. Бір ұпайға арналған дәретхана, сосын жаңа жағармай склады болады жаңағыдай несіне, дизель установка жағармай майын қолдануға. Полигонның қатты тұрмыстық қалдықтарын жинау үшін оқшаулау бойынша барлық жұмыстар механизированный түрде орын алады. Полигонда тұрғын ғимараттарға пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар, ағындықтар жөніндегі шыққан қалдықтарын қоса алғанда жергілікті жылытудың құрлықтарын шыққан қалдықтарын және бақша саябақ сметтерін қабылданады деп жазылғанда. Полигонның негізді элементтері қатты тұрмыстық қалдықтарын сақтау учаскесі, шаруашылық аймағы, инженерлік құрастыратын болып табылады. Полигонның құрамында қоқыс сарыптау жабдықтың монтажылы көзделеді. Қойма
kartalarında tübünde жергілікті toprakпен жаңағыдай әр слойларын не болады да жаңағыдай полигонның карталарында болады. Соларды жаңағыдай ішінен топырақпен жаңағыдай слоймен төгеді ішіне. Экология жағынан бұл жерде бәрі расчеттер жасалған, жаңағыдай зияндықтар тек қана мына машиналар жаңағыдай газдар шыққан кезде жаңағы несі. Сосын жаңағыдай битумный жұмыстар, краскілер несін жаңағыдай оградасын қоршайды жаңағы полигонды. Сол негізі осы несінің жобаның несі пландалғаны 2024-тен несіне басталып деп жұмыстарын алған негізі. Оны енді кейін біз жобасын жасаймыз, одан кейін жаңағыдай сараптамадан өтеді. Одан кейін сіздердің ауылдарыңызға сондай не ұсынылады. Сұрақтарыңыз болса? Сұрақтарыңыз болса, осы мәселе бойынша. Экология жағынан. Негізі жақсы керекті проект екен. Енді басталса 24 жыл жоспар бойынша ауылға, мына айналамызда ауылдарға, қалаға үлкен көмегі тиеді деп ойлаймыз. Қазір қоқыстарды бөлу ғой, сортировочный не жасаймыз деп отырсыздар. Бүгінгі күнге өте керемет керек не болып тұр. Осы жұмыстарыңыз, проекттеріңіз бастап кете беріңіздер. Осы ауылда жақсылық болады. Енді сұрақтарыңыз болса, Кентау қаласы Қарнақ ауылынан қоқыс сұрыптау желісінің іргелес аймағын салу үшін қарсысыздар ма, қарсы емессіздер ме? қолдайсыздар ма? Қабылдайсыздар, Зиян тимесе бол. Жаңағы нені тізімімізді жазып Иә. Болды ғой, жабық деп жариялайсыз ғой. Бүгін жиналысты жабық деп жариялаймыз. Сіздің фамилияңыз